Қайырлы күн, қайырлы кеш, қайырлы уақыт, құрметті YouTube көрермен. Ата-аналогия подкастының әлеуметтік желідегі оқырмандары, сіздермен қауышқанымызға қуаныштымыз. Біз қазіргі кездегі ата-ана тәрбиесінің оң тәжірибесін айқындайтын міндеттермен бөлісетін боламыз. Алдағы уақытта бала денсаулығы, бала құқықтары, баланың тұлға болып қалыптасуы жайлы ғарылымдар шығарамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жобамыздың алғашқы тақырыбы бала ата-ананың айнасы. Студияның бүгінгі қонақтарымызбен таныстырып өтейік. Бала психологы Милана Есімханқызы, бала тәрбиесіндегі тәжірибесі бар ана, немерелеріне асыл әже Ғалия Аталыққызы. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Кешіміздің алғашқы сұрағы Милана ханымға болсын. Жалпы бала дүниеге келгеннен бастап ата-ананың нақты міндеттері қандай? Негізінде ең басты міндет ол балаға дұрыс тәрбие беру. Дұрыс тәрбие ол өте маңызды, себебі ол баланың болашағына өте көп әсер етеді. Мен қосатын болсам, негізі жақсы тәрбие ол жақсы. Сонымен бірге баланың ата-ананың ең парызы дейін ба, жоқ міндеті дейін ба, денсаулыққа көңіл қатты бөліну керек балаға. Денсаулығы мықты баладан, біздің болашағымыз ғой бала. Сондықтан денсаулықты баладан мықты тұлға шығады деп ойлаймын. Жалпы адамзатты тәрбиелеу ол өте күрделі және ұзақ процесс. Сол процесс барысында аталған міндеттер, жалпы тәрбие беру, денсаулық болсын, олар орындалмай қалса, бала мен ата-ананың арасындағы қарым-қатынас бұзылады. Сол ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынасты дұрыс сақтау үшін не істеу керек? Мен айтар едім, егер жаңағы немере тәрбиелеп отырмын ғой енді қазір. Үш баладан 10 шақты немерем бар, Құдайдың берген. Бірінші, баланы тәрбиелеген кезде баланың мінез-құлқына назар аудару керек сияқты. Мінез-құлқына, мысалы, қай балаға қалай, жаңағы икемді, қай жақ жақсы деген, қандай сөз жақсы, қалай сөйлеу керек, мысалы, қыз балаға қалай сөйлеу керек, соның бәрін ата-ана үнемі біліп отыру керек өзін. Баланың психологы боласың ғой, вообще, қарап отырып балаларға да. Мысалы, қыз балаға қалай сөйлесу керек, қыз бала ер баланың алдында қалай сөйлесу керек, әкесінің алдында қалай өзін ұстау керек қыз бала. Балалар әкеге қарап өскеннен кейін, әке қандай, мысалы, айтып отырмын ғой жаңағыдай, бірінші семьяда, жанұяда әкенің рөлі өте маңызды, шешенің рөлі маңызды. Но бірақ әкенің қаталдығы мен шешенің мейірімділігі қатар болатын болса, балада жақсы қасиеттер қалыптасады деп ойлаймын. Кейде баламен бала болу керек. Баланы ең бастысы түсіну керек. Қандай жағдай болмасын, баланың орнына өзіңізді қойыңыз керек. Сол ең бастысы. Мәселе туындаса, бала ең бірінші ата-анасына келу керек. Мен ата-анадан жасырам, не істесем болады, сондай жағдай болмау керек. Ең бастысы ата-анамен біріншіден дос болу керек. Ең бастысы өз-өзіңді бала сезіну керек, жайлы сезіну керек ата-анасымен, ең бастысы. Қыз бала ата-анасымен, мысалы, әсіресе айтатын мен жанұяда анасымен жақын құрбы сияқты болу керек. Себебі қыз бала деген өсіп келе жатқан кезде бір керемет бір өсіп бір келатқан бір әдемі бір шыбық сияқты болады. Оның жайқалып өсуі, оның гүлденуі деген сияқты жеміс беру, сол ата-анасындағы анасынан көрген нәрсені ол жасайды барлық жерде. Жүрген айтып отырмын ғой, ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің деген сияқты да. Вот сондай бір мақалдың бір керемет бір қазақтың мақалы бар ғой. Қыз баланы солай тәрбие, нәзік, сондай жаңағы өзіңнің жаңағы үйдің тәрбиесіне де кішкене үйретіп, мынауың дұрыс екен, мысалы, дұрыс болмай жасады, ой, қандай керемет жасадың қызым, давай тағы да жасап көрші деген сияқты. Мысалы, шын ниетпен, шын көңілмен қызды сөйтіп көтермелеп отыратын, қыз бала өзі сол бір сезіне бастайды да барлығын. Ал енді ер баланы мен кішкене қаталдық болу керек ер балаға, өйткені ол келесі бір-бірін жайқалған бір қызын алады ол да. Сондықтан сол қызды ары қарай ұрпағын өрбітеді, ұрпағымызды. Бала болашағымыз, бала көз қуанышымыз болғаннан кейін, ол біреудің сондай жайқалған гүлін ала отырып, ол бала оны гүлдетіп ары қарай жемісін жемесе ол болмайтын сияқты. Сондықтан да бұл жерде ер баланың да рөлі өте мықты болу керек. Әкесінің табандылығы, шыдамдылығы, қайраттылығы деген сияқты, семьяның қаражатымен қамтамасыз ету деген сияқты, осының барлығын ер бала түсінуге міндетті.
білу керек, түсіндіре білу керек. Сосын мен жаңағы айтар едім, бірақ ер баланы қаталдыққа, жаңағы тәрбие, мысалы өзің ұнатқан ісіне, жаңағы неғылып, ұнатқан ісіне қолдап, жебеп отыратын болса, ол бала оған қызық істеп кетеді да. Ол кезде ол баланың шыдамдылықпен, жаңағы шыдамдылығын байқауға болады. Ал кейбіріне қолынан келмей жатпаса, ол балам деп жаңағы тәрбиеші болсын, үйрететін адам болсын, соны неғылатын болса, жаңағы ер балаға жетегінде жаңағы көмектесіп көрсетіп отыратын болса, бала ары қарай алып кетеді. Ал егер де сенің мынауың дұрыс болмай қалып, не дейтін болсаң, бала оны жақсы болып қалады. Сондықтан да ер баланың алдында сондай көп нәрселер, өйткені оның міндеті өте зор. Иә, Ғалия апайдың пікіріне қосылам, өте дұрыс айттыңыз, Ғалия апай. Бала ата-анадан көргенді жасайды. Яғни балаға біз айтсақ, балам сондай болма, осындай бол, осылай жасама, үйтіп жаса десек, ол бала ғой. Ол 15 жасында да болса, 18 жасында болса, оның бір құлағынан кіреді, басқа қолынан шығады. Біз осылай айтамыз ғой негізінде. Бірақ бала ата-ана жасаған істерді қайталайды. Мысалға, әкесі анасымен бірге күшті болса, жақсы сөйлесе, ол бала соны көріп, болашақта өз әйелімен тура солай сөйлеседі. Сондай қарым-қатынаста болады. Сол үшін ең бастысы біз өзімізді тәрбиелеуіміз керек. Сосын балаларға, Ғалия апай дұрыс айтты, Ғалия апай айтқандай, өзімізді тәрбиелеу керек ең біріншіден. Балаға жылулық жетіспейді деп. Балаға жылулық жетіспейді, мейірімділік жетіспейді, сүйіспеншілік жетіспейді. Мысалы, жұмыстан енді ажырастық делік, мысалда ажырасқаннан кейін ол жұмыс істеп, баланы асырау керек болады ғой. Сондықтан тек қана жұмыс деп балалар кетіп, ата-аналар өзінің сол қаражат тауымен айналысып кетеді, бала далада қалады деген сияқты ше. Ол келген кезде бала мойнына асылып сүйгісі келеді, анасының құшағына жатқысы келеді, бала деген қыз болсын, бала болсын. Сондай жоқ, бала қойшы мен шаршап жатырмын деп кейінге итеріп тастаса, мысалы оның өзінде де бала сол жылулықты сырттан іздей бастайды да. Қоғамдағы көп нәрсе осы нәрселерден туындайды. Негізі мейірімділік пен сүйіспеншілік қазір қоғамда аз. Жалпы жай ғана сөз, ол энергетика. Сөз энергетикасы ол қарым-қатынасқа реңк береді. Жылы сөз айту ол маңызды дегенмен қазіргі адамдар, қазіргі ата-аналар, ой, қойшы, ол жасанды, мен ұнатпаймын, немесе мен өз сезімімді еркін білдіре алмаймын, балаға жылы сөз айта алмаймын, жақсы көрсем де мен оны сөзбен жеткізе алмаймын, мен оған сыйлық сыйладым, тәтті алдым, немесе басқалай білдірдім дейді да. Бірақ жылы сөз айту ол маңызды дегенмен сол қаншалықты дұрыс? Қаншалықты дұрыс или дұрыс емес деп бұл жерде бөлудің қажеті жоқ. Себебі ол бала, ол жылулықты, мейірімділікті, сүйіспеншілікті ол іздеп тұрады. Бала деген сондай болады. Мысалы, балаларымыз кірген кезде мама қайда деп кіреді бірінші, папа қайда деп сұрамайды ешкім. Мама қайда, үйде жоқ па дейді. Ал анадан мейірімділікпен тек қана сүйіспеншілікті көреді ғой бала. Сондықтан сені іздейді бірінші, ананы іздейді бала деген. Мама қайда дейді, қайда кетті деп сұрайды. Келгенше сені күтіп отырады бала дегенше үйде. Әкесі болғанның жағдайдың өзінде де, мысалы, әкесі де енді әке ғой ол дегенмен ше. Мама қайда деген сол сөзден ақ сен түсінуге болады да. Сенде анада мейірімділік бар екен, сүйіспеншіліктің алу екен да. Вот сондай нәрселердің барлығы бір кішкентай нәрседен басталады ғой. Мысалы, үйге кіріп кетқанда жаным келдің ба? Қалайсың, жағдайың қалай, жұмысың қалай өтті, сабақ қалай деген қарапайым сұрақтардың өзі балаға кәдімгідей әсер береді. Керемет әсер береді балаға. Мен керекпін деп өзін сезінеді бала дегенше, мен керек екенмін деп сезінеді өзін бала. Жалпы бала мен баланың тәрбиесінде қаталдық пен еркіндік балансын қалай сақтаймыз? Еркіндік балансы дейсіз ба? Мен бір есімде түсіп отыр, қазір бір кісінің айтқан бір сөзі бар еді. Еркіндік деген жаңа айтып отырмын ғой, баланың бір шығармашылық қасиеттері болады ғой. Мысалы, кейбір бала сурет салуға қолайлы болып келеді, кейбіреуі билегісі келеді. Осында қолдау керек те кішкене балаға ше, еркіндік беру керек. Еркіндік бергенде де жаңағы жақсы қасында бір тәрбиеші болса оның қасында, сол кезде ғана еркіндік беруге болады да балаға. Ал егер де жаңағы айтып отыр, бір шаршап кетемін, мен ой қиналып кеттім, кейін бала айнып қалуы мүмкін ғой, сол кезде кішкене қаталдырақ. Шыдамды болсаң, сен осыған мақсат, сен баста ойландың ғой, сен осыған келетін кезде деп балаға айтып түсіндіру керек бұл жерде де ше. Шыдамдылық пен төзімділікке үйреткен кезде баланы, сол кезде еркіндіктің балансы пайда болады. Ойлайды да ол, ертең болашағыма керек екен бұл. Егер де мен сәл шыдасам, мысалы сәл төзімділік танытсам,
балада еркіндік пайда болады. Мейлі ол жаңағы өзі ұнаған ісімен айналыссын бала ше. Сол кезде қиналады ғой бала. Ол любой нәрсені алып кету ол қиын болады любой нәрсені ше. Сол кезде ол еркіне жібермей жаңағы айтқан нәрсені ол түсіндіріп қасында жақсы түсіндіретін адам болса сол қалаған нәрсесіне. Сосын жаңағы ой мен кетемін деген кезде жоқ балам сен баста сөйтеді ғой, сен шыдамды бол, сен төзімді бол. Егер де сен шыдамды осыдан кететін болсаң, деп осыдан алып кететін болсаң, сен өзің қалаған мақсатыңа арманыңа жетесің дейді. Сол кезде еркіндік пен екеуінің арасында баланс пайда болады деп ойлаймын мен. Қаталдық ше. Қаталдыққа айтып отырмын ғой, шыдамсыздық пен төзімділікке баланы баулу керек та, сол кезде ол қаталдықты жатады. Шыдамдылық пен төзімділікте бала қаталдықты жатады ол. Айтасың ғой, сен шыдасаң осындай боласың, төзімді болсаң, вот сол кезде ол қаталдыққа жатады ғой негізі. Сондай шектеулік болу керек па? Иә, кішкене баланы былай кетіп бара жатқан кезде, былай түзеу жіберетін болса, кішкене арқаға кетеді, баланс сақталады. Еркіндік деген сол деп ойлаймын меніңше. Сіз? Иә, негізінде Ғалия апай өте дұрыс айтады. Балаға еркіндік беру керек. Беру керек, иә. Беру керек. Кейбір ата-аналар қорқады. Мен еркіндік берсем балама, ол андай жаман адамдармен байланысып кетпей ма деген сұрақ туындайды ата-аналарда. Содан қорықпау керек. Ең бастысы баласына еркіндік беріп, бірақ қадағалау керек. Иә, қадағалау керек. Сұрау керек, қалай болды, бәрі жақсы ма, сенде болып жатыр ма, сен қалаған нәрсе, соны бәрін сұрау керек. Ешқашан баланың алдында шектеу қоймау керек. Барлық нәрсе болады балам, бірақ қазір емес, бірақ болады. Шыдамдылық қой. Иә, шыдамдылық төзімділік беру керек. Шыдамдылық, төзімділік. Ал қаталдықты сіз қалай түсінесіз? Қаталдық болғанда негізінде мысалы сағат 10-нан кейін үйден шықпайсың. Жоқ, негізінде ол дұрыс нәрсе. Ол дұрыс нәрсе. Балаға шектеулі уақыт қою керек. Мысалға, балам, сені еркін жіберем, бара бер достармен, туған күн болсын, той болсын, бірақ сағат 10-да үйде бол. Сағат 10-да бала келмесе, бір кішкентай жаза болса да беру керек балаға. Бала білу керек. Екінші рет сондай жағдай қайталанбас үшін. Мысалға, балам, келесі жолы мен сені сағат 9-ға дейін жіберем. Немесе мен әкең алып кетеді сені, немесе мен келіп алып кетем сені. Мен саған айттым, соны сен тыңдауың керек. Мен саған жай айтып жатқан жоқпын. Бір нәрсе айтсам, мен білгенім бар деген түсініспешілік болу керек. Ата-ана мен баланың арасында. Сол қаталдыққа жатады деп ойлаймын. Мен ойымша, қаталдықтың артында негізі жауапкершілік тұрады ғой. Иә. Қаталдықтың артында жауапкершілік тұрады. Өзінің баласына деген жауапкершілік, баласының болашағына деген алаңдаушылық ата-ананың. Енді біз саналы ұрпақ тәрбиелеуіміз керек болғандықтан біз қаталдық болу керек. Қаталдықтың өзімен жауапкершілікпен алмастырам. Ол қаталдыққа жатпайды деп ойлаймын. Ол түсінген бала оны түсінеді. Ата-ана баласына сенсе, еркіндік берсе, баланың миында қалыптасады. Сондай ой қалыптасады. Мен ата-анамды уайымдатпаймын. Мен ата-анамды жерге қаратпаймын деген өзі жауапкершілікті болады. Сол үшін балаға еркіндік беру керек. Ол өте маңызды. Кейбір ата-аналар қорқып, сосын бала үйден қашады. Көп естіп тұрмыз, 17 жастағы бала үйден кетіп қалды, 2 күн жоқ. Сондай нәрселер көп кезігіп тұр қазіргі уақытта. Ол бәрі неден пайда болады? Ата-ана балаларына еркіндік бермейді. Содан бүкіл мәселе болып тұр. Мәселе сонда ата-ана баласына тым көп еркіндік береді, немесе тым қатал болады. Сол баланс ұсталса, сол баланс ұсталса, онда норма болады. Ата-анаға міндеттелген жүк бар дейді. Соған қарамастан неге жауапсыз ата-аналар көбейіп бара жатыр? Мүмкін олар бала кезінде ол жылулық көрбеген балалар.
негізінде көп жоқ. Например, өзі көрмеген нәрсені балаға көрсету. Сондай да адамдар бар, бірақ көбінесе сондай мәселелер кезіктірінеді бізге. Мысалға, бала өзі ата-анасынан жылулық көрмейді, еркіндік бермейді. Сондай ата-аналар болады өзі. Сол себепті бала өскенде ол жауапкершілікті болмайды. Жауапкершілік оның мойнында болмайды. Себебі ол өзі біледі де, мен мысалға бір нәрсе жасасам, маған ешкім еш нәрсе жасай алмайды, мен ешкімге керек емеспін деген сұрақ туындайды балаларда. Сол үшін негізінде ата-аналар көп кінәлі ата-аналар болады. Өз балаларды кінәлайды. Сен дұрыс емессің, сен дұрыс жасаған жоқсың. Ол жаман энергетикасын. Жаман энергетикасын балаларға береді. Ол балалар енді бұл жерде мені қосатын Милана ханымға, еркіндікті көп беріп, баланс сақталмайды ғой. Еркіндік көп беріліп қояды да, еркіндік көп берілгеннен кейін жауапсыз болады. Сосын оның қадіріне жетпейді. Мысалы, қадіріне жетпегеннен кейін ол нәрсе болмайды да. Мысалы, ата-ананың алдындағы қадірі баланың, ата-ананың баланың алдындағы қадірі деген жоқ болып кетеді да. Сол кезде ол ата-ана кім, бала кім, бұл жерде ешқандай айырмашылық болмай қалады ол кезде. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады деген қазақтың сөзі бар ғой негізі. Сол тұрмысқа шыққаннан кейін қыз кезінде бәрі керемет болады. Жігіт пен қыз болып жүрген кезде керемет, шоколадный период дейді, бәрі керемет болады. Барлық қызықтың бәрі тұрмысқа үйленгеннен кейін басталады ғой барлығы. Автоматты түрде. Білмеймін, өзі келіп жатыр енді мен енді. Енді әжемін ғой, мен әже болғаннан кейін бәрі. Тәжірибесі көп адам ғой негізінде. Біз кім болсақ та, мұғалім болсақ та, психолог болсақ та, негізінде осы кісінің тәжірибесі көп бізден қарағанда. Біз қаншама ол негізінде адам баласы өмірден тәжірибе алады. Біз оқығанымыз, колледж, университет деген нәрселер оған жетпейді. Осы кісінің біліміне жетпейді негізінде. Баланың ісіне көңіл күймен қарау. Көңіл күйіңіз нашар болса, оның жетістіктеріне, қуанышына ортақтаспау. Ол қалай, қаншалықты дұрыс? Ортақтасу керек. Бірақ жоқ, болады ғой сондай көңіл күй болмаса, ешкімді көргім келмейді, үйге барып жұмыстан шаршап келіп, бірден ұйықтаймын деген сияқты. Болады ғой сондай, бәріне адам болғаннан кейін болады барлығы. Ең біріншісі мен енді өз басымнан айтайын, ешкімге мен не айтпаймын. Бірінші мен жауапкершілікті қатты сезінемін баланың алдында. Сондықтан егер де оның жетістігіне қуанбасам, бір жаңағы құрмет грамотасын әкеліп көрсетіп жатса бала, оған жігерлендіретін күш керек қой баланы. Баланың ең сенімді нәрсесі ол ата-анасы. Ата-анасы, ой балам қандай керемет, жетістігің құтты болсын. Ол сөз ғой, сен қолыңмен күрек қазбайсың ғой барғанда ше. Қолыңмен уже күрек қазып топырақ қазбайтын сенсің ғой. Просто сөзің ғой сол жерде айтатын болды. Сол бір сөздің өзі ата-ана балаға күшті жігер береді, күш береді, мотивация береді балаға ше. Керемет қызым. Тайма осыңнан. Одан да ары қарай жалғастырсаң болды, ары қарай жатасың ба, тұрасың ба, өзің білесің ғой, көңіл күйің бола ма, болмай ма. Бұл жерде балаға жігерлендіру керек, мотивация беру керек. Ары қарай бала өзінің ары қарай, мен мамам деген күшті қабылдады ғой менің ішімді. Мен керемет екенмін ғой деп өзі қуанышты күймен, көңіл күйі көтеріліп, ары қарай ол тағы да істегісі келіп тұрады бірдеңе жақсы нәрселерді. Осындай нәрселер. Бәрі қайтадан сол жылы сөзге бәрі жылы сөзге, көңілге, мейірімге, сүйіспеншілікке, балаға деген сезімін қандай соған тіреледі барлығы. Қазіргі уақытта бізде бірнеше бала болса да, біз үлкен болдық, бірақ мама жаққа барсақ, өз ата-ананың үйіне барсақ, негізінде қазір 25 жасында болса да, 30 жасында болса да, ананың сондай сөздерді күтесің ғой негізінде, жылулықты күтесің. Біз күтсек 25, 22, 20 жастағы адамдар, үлкен кісілер, балалар одан да көп соны іздейді ғой, жылулықты іздейді. Сондай сөздерді мотивация болу керек балада. Әрине, Миланың сөзіне мен жасым қазір 27-те болса, менің де анам бар 85-тегі. Сол кісі сөйлесе, кәдімгідей керемет бір қолыма қанат біткенде күшті болып қалам да, өзімді ше. Ол кісі оқымаған,
біз сияқты институт бітірмеген жан жақты дамымаған кісілер, ол кісілерге қарап отырсаң, өмірлік тәжірибеден жинаған өзінің несі бар да, сол кісінің сөзі бір неғылған кезде сені кәдімгідей қанат бітіріп жібереді. Ол ананың сүйіспеншілігі, мейірімі, мысалы айтқан кезде қызым, жаным, Ғалияша не істеп жатсың деген кезде вот соның өзі көп күшті, керемет күш береді. Ол мейірім сезіліп тұрады да, оны сөзбен айтып жеткізу ол нәрсені ше. Ананың сөзі, мейірімі, саған деген несі, соның бәрі керемет әсер болады адамға. Иә, негізінде сол үшін өте маңызды. Соны ата сізге маған анам айтса, мә сен мықты екенсің, сенде бәрі жақсы болады, күшті болады айтса, бұл бүкіл жаман нәрсені ұмытасың ғой. Бүкіл жаман нәрсені ұмытасың, алдыға тырысасың, қайтадан жаңа мақсаттарды қоясың. Күшті мотивация. Күшті мотивация болады. Керемет. Ол адамдарды бөлмеу керек. 5 жасындағы бала, 10 жасындағы бала, 15 жасындағы бала, оған жасқа бөлуге болмайды. Бүкіл жасқа бала ана үшін әрдайым бала болып қалады. Сол сөзге мән беру керек әр ата-ана. Енді кішкене бүйтіп жүрсек, баланы тым көп ақшамен қамтамасыз ету қаншалықты дұрыс? Баланы ақшамен қамтамасыз ету дейсіз ба? Иә. Баланы ақшамен егер де мысалы сен баланың араласатын тобымен жақсы араласып тұратын болса, неге керек? Мысалы бала түсінгенде, бала өзі түсіністікпен қарайды, бала өзі түсінеді ғой ата-ананың ше, мысалы қандай немен жүр, ол кезде бала ондай нәрсені меніңше ондай нәрсе көп көңіл бөліңкіремейді. Өйткені балада жетіп тұратын болса, барлық жаңағы қанағаттанатын болса, бала үйдегі ондай нәрсені мен қатты сұрайды деп ойламаймын. Ал егер де керек болған жағдайда ол беруге болады. Мысалы ше, көп ақша емес енді, өзіне қажетіне жарайтын ақша сұрап жатса, ол неге бермеске, беруге болады. Ол жаңағы түсінген, мысалы ол не үшін бала ақша сұрап тұр, неге жаратпақшы, или жаңағы қай жерге мысалы бармақшы. Вот соның бәрін сіз білсеңіз, ол ақшада тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Балаға берген дұрыс деп ойлаймын. Ондай көп ақша бермейсің ғой бәрібір де балаға. Негізінде ең бастысы балаға үйрету керек, ақшаны қалай ұстау керек екендігін. Бала сұраса, мама, мен достарыма подарка алып бердім келеді, сыйлық алып бергім келеді. Сұрау керек, туған күні ма, неге алып бересің? Айтса, жоқ, жай ғана бізде ақша көп қой, мен сыйлық бергім келеді. Сол кезде балаға түсіндіру керек, ол дұрыс емес нәрсе екендігін. Туған күн болғанда, 8 наурыз болса, жаңа жыл болса, сол кездерде берсен балам болады, ол дұрыс болады. Қазір ешқандай қаржылық сауаттылық деген сияқты ма? Иә, соны балаларға кішкентай уақыттан үйрету керек. Бұл да жақсы шығар деп ойлаймын, бірақ бала мен ата-ананың арасында жақсы қарым-қатынас болатын болса, бала ол нәрсені өзі айтып отырады. Маған осындай керек, осы дейтін, мама, ана, әке осылай керек дейтін болса, ол любой ата-ана береді деп ойлаймын. Ол ешқандай қарсы болмайды ондай нәрсеге. Бізде қазір негізінде бүкіл жерде сондай мәселе болып тұр. Мысалға, ата-аналар баладан сұрамай ақша бере береді. Мә ала салшы өзіне, не істесен өзің біл. Бере береді, ақшаны бере береді, бірақ бала қай жерге оны жұмсайды, не істейді, оларға қызық емес. Ең бастысы бала ата-ананы мазаламай жүрсе болды. Ол дұрыс емес нәрсе, ол өте дұрыс емес нәрсе. Өкінішке орай көп ата-ана оны түсінбейді. Сол кезде кішкентай уақыттан балада қателік кетеді. Уже бала есейген кезде, ер азамат болғанда, ақша тапқанда, ол ақшаның қадірі болмайды. Ол ақшаның берекесі болмайды. Не үшін? Кішкентай уақытта бала болғанда ата-анасы ақшаны қалай ұстау, ақшаның қадірін көрсеткен жоқ, үйреткен жоқ. Сол әр ата-ана өзі ойлану керек. Баланы бала кезінен оның жаратылысын, оның қызығушылығын білу керек ата-ана ретінде.
мысалы балам кіммен араласып жүр, оның қоғамы қандай, оны қоршап отқан ортасы қандай деген сияқты. Бірақ қазіргі ата-аналар неге балаларының қызығушылығына немқұрайлы қарайды? Негізінде қазір ата-аналар бүкіл ми мен өмірі барлығы жұмысқа берілген. Олар балалар өзі өседі, ақша берсем, балабақшаға ақша берсем, ол жерде тәрбие береді, ақша берсем бәрін реттем деген ой бүкіл ата-аналарда, бірақ ата-анасының тәрбиесіне еш нәрсе жетпейді. Ешқандай балабақша, ешқандай мектеп, ешқандай продленкалар, қазір неше түрлі нәрсе бар, ата-ананың тәрбиесіне жетпейді. Сырттан бала айтып отыр ма, басты сөздің басында айтып кеткендей, сырттан іздейді деп ше, осындайдан туындайды негізі. Бала жылулықты сырттан іздей бастайды, жаңағы араласатын ортасында басқа бір сондай өзі сияқты орта тауып алуы да мүмкін бала ше. Сосын кейін ата-аналар опық жеп жатады ғой, балам мені осындай еді, мен барлығын жасап отырмын, барлығын беріп отырмын, қалағанын жасап отырмын, неге балам осындай болды дейді да. Ол былай қарағанда ол ата-ана өзіне үңілген жоқ та, баланың сол кезде керек болды ата-ана балаға. Сол кезде ол бала жылулықты бермегеннен кейін ол сол нәрсені сырттан іздегеннен балада сондай жағдайлар болады. Бірақ жұмысты істеу керек қой, ақша табу керек қой, баланың мұқтаждығын жабу керек қой. Оған не айтасыз? Жоқ, ата-ана шаршап келсе, ең бір сағат болса да балаға айыру керек. 1-2 сағат болса да, күнің қалай өтті, бүгін мен жұмысымда сондай жағдайлар болды, сенде балабақшада қандай жағдайлар болды, мектепте не айтты. Яғни балаға ата-ана көрсету керек. Ата-анаға маған қызық болып тұр, балам сенің күнің қалай өтті, соны көрсету керек. Мына жерде мен Милана ханымға қосатын едім. Ақша табу керек әрине. Ақша қаражат керек. Қазіргі заманда, мына материалдық заманда ол ақша бәріне керек. Баланың қызығушылығы болсын, баланы ары қарай дамыту үшін де бәріне қаражат керек. Ең бірінші бұл жерде мен ақша тауып жатыр екенмін, балаға мынандай жасау емес, ең бірінші баланың алдындағы ата-ана өзінің жауапкершілігін ұмытпау керек. Егер жауапкершілік болса, баланың ары қарай өсіп дамуына, бала мен азамат болуына, осы елдің бір тұлғалы, бір Қазақстан азаматы болады ау деген кезде ол ондай нәрсе ол болмайды деп ойлаймын. Себебі жауапкершілік болу керек ата-ананың алдында балаларға деген. Ана кезінде уже бала болған, ал бала әлі ата-ана болмаған. Сол үшін менің ойымша жалпы бала ата-анадан ең басты нәрсе ол түсінушілікті күтеді сияқты. Ол мені түсінсін. Ол да бала болды ғой кезінде. Мен әлі ата-ана болған жоқпын. Мен әлі оның не екендігін білмеймін, бірақ ата-анам бала болды. Ол осы өмірден алатыны көп, беретіні маған көп деген сияқты ғой. Ол түсінушілік деп ойлаймын. Қазір барлық негізінде дұрыс айтасыз. Себебі қазіргі балалар көбісі әлеуметтік желілерде көргеніміз бойынша барлығы айтады. Көбінесе 15-18 жас аралығындағы балалар әлеуметтік желілерге неше түрлісін жазады. Мені анам түсінбейді, мен осы өмірде ешкімге керек емеспін. Яғни ол кінә тағы да ата-анадан кетіп тұр. Яғни ата-ана ол ата-аналардың өзі олар кезінде бала болғанын ұмытады. Сол басты мәселе болып тұр. Милана ханымға тағы да мен қосып кеттім деп отыр да, бұл жерде ата-ананың рөлі мықты ғой баланың алдында да. Ата-ана өзінің соның жауапкершілігін түсінген жағдайда, бұл жерде жауапкершілік деген де бар негізі. Жан-жақты дамыту керек. Ол мен жасым 50-ге келді, мен 70-ге келдім, маған анадай керек, ондай емес. Жан-жақты ата-ана оқып, қазіргі балаларды айтып отырмын ғой, психология деген қандай болады, мінез-құлық деген қандай болады, қыз қандай болады. Балағанда сен бала болғаннан кейін сен жан-жақты дамып өзің отыруың керек. Жан-жақты дамыған әйел болатын болсаң, балаңа да сұрағына жауабың табылады. Сондықтан да ол жауап алған бала ешқандай да олай жасамайды деп ойлаймын мен. Ал жауап таба алмаса ол кімнен сұрайды? Ал керісінше ойласақ ше, мысалы бала ата-анадан емес, ата-ананың үмітін ақтау деген ұғымды қалай түсінсек болады? Ата-ананың үмітін ақтау дегенге мен айтпаймын, жаңағы бір керемет миллиондап ақша табу емес.
жаңағыдай енді жетістікке жетсе тіптен жақсы, ол қуанамыз. Баланың осы өмірде орын тапқаны бізге үмітін ақтау болып табылады. Баламыздың үйленіп, өзінің жаңа оқуын бітіріп, қалаған оқуын бітіріп, өзінің жаңағы семьясын асырайтындай бір уақытқа жетіп, сол өздерінің балаларына өздері жақсы керемет тәрбие беріп жатса, соның бәрі ата-ананың ақтауы болып есептелінеді, парызын. Ол балаға, ол ата-анаға көп нәрсе керек емес. Бала өз орнын тауып, қыздар өзінің жаңағы ұяларына қонып, өздерінің қалаған мамандықтарын алып, өз орындарын тауып жатса, одан артық ата-анаға керек емес ештеңе. Бірақ қазіргі уақытта көп сондай жағдайлар тап болады. Мысалға, ата-аналар балалардан көп нәрсе сұрайды. Сен осыған барасын, шахматы деген нәрсе қазір бар, тэквондо неше түрлі, бала қаламаса да жоқ, сен мықты болуың керек, сен оқуың керек, бала қаламаса да олар міндетті қылады балаларды. Сіз сондай жағдайлармен кезіктіңіз ба? Жоқ, ондай жағдайларға мен алған жоқпын. Мен баламен біз тығыз қарым-қатынаста болдық. 3 баламен ше, 2 ұл болды, одан кейін қыз болды. Біз тығыз қарым-қатынаста, біз бір-бірімізді жасырмайтын тұғымыз. Әкесіне бата алмаған нәрсені маған айтады, мен арқылы әкесіне жеткізеді балаларым ше. Мен сол жайлап жеткіземін. Сол өте дұрыс нәрсе, негізінде өте дұрыс нәрсе. Сондай мақсатта біз балаларымызбен, бала мама мен қаламаймын десе, жарайды, қаламасаң болды, онда басқа. Мен осыған барғым келеді. Жарайды, барсақ. Қызығушылығы ең бастысы, қызығушылығы. Баланы түсінетін болсаң, бала сенің айтқаныңнан шықпайды ешқандайда. Просто түсіністік. Бұл жерде тағы да түсіністік қой. Қарым-қатынас, түсіністік, жауапкершілік, мейірім, махаббат, сүйіспеншілік. Басқа ештеңе керек емес. Қорытындылай келе, отбасы бала үшін бақыт мекені болу керек. Бала әрқашан өзіңді бір қамқорлықта екендігін сезіну керек. Сондықтан біз қандай жағдай болмасын, өмірдегі барлық қиындылықтарға төтеп бере алатын саналы ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Балаңыз жақсы адам болсын десеңіз, қазірден бастап оның бойына құндылықтарды құя біліңіз. Студия қонақтарымызға рахмет. Келесі шығарылымда жүздескенше. Қолдау ретінде бізге жазылып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар.